Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 26. Бақа мен үйрек ертегісі. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтінді рөлге бөліп оқыңдар. Жағаға үйректер қонды. Үлкен үйрек: жол алыс, тез тамақ ішіңдер деді. Бақа оларға жақындап келіп: үйректер, қайда барасыңдар деп сұрады. Оңтүстікке, деді бір үйрек. Оңтүстікте маса шіркей көп пе? Көп. Бақа оларға: мені ала кетіңдер деді. Сенің қанатың жоқ, деді үйректер. Шыбықты екі үйрек ұшынан тістейді, мен ортасынан тістеймін, осылай ұшамын, деді бақа. Бірақ сендер қаңқылдамаңдар, мен бақылдамаймын. Үйректер мен бақа бір ауылдың үстінен ұшып бара жатты. Төменде балалар: қызық-ай, мынаны қараңдар, деп шулады. Соңдарынан жүгірді. Бақа мақтанып кетті. Бұны мен ойлап таптым, мен деп айғайлады. Бақа шалшық суға құлап түсті. Екінші тапсырма. Табиғат адамзатқа аманат атты бейнефильмді тамашалаңдар. Үшінші деңгей. Оқылым және тыңдалым материалдарын негізге алып тапсырмаларды орындаңдар. Бірінші деңгей. Бақаға сипаттама беріңдер. Сипаттама сөздердің антонимін анықтаңдар. Екінші деңгей. Бақалар мен жабайы үйректер туралы қандай қызық мәліметтер білесіңдер? Хабарлама дайындаңдар. Үшінші деңгей. Тыңдалым бөлімінен алған әсерлеріңді достарыңа хат түрінде жазыңдар. Бірінші деңгей. Бақа мақтаншақ ақымақ. Ол балаларға мақтанам деп шалшыққа құлап түсті. Ақымақ ақылды, мақтаншақ кішіпейіл. Екінші деңгей. Бақалардың көздері ерекше құрылымға ие. Олар алдын, жоғарыны, бүйірін көре алады. Бұл ретте олар бір мезетте үш жазықтықты көре алады. Ересек үйрек бір жылда 240-260 жұмыртқа сала алады. Жылдық түлеу кезінде үйректер ұшу қабілетін жоғалтады, өйткені көп қауырсын жоғалтады. Үшінші деңгей. Досыма хат. Сәлем досым, хал жағдайың жақсы ма? Бүгін мен табиғат адамзатқа аманат тақырыбында бейнефильм көрген едім. Фильмнен алған әсерімді сенімен бөлісейін деп едім. Расында табиғат анамыздың әсемдігін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Табиғатты осы әсем қалпында сақтау адамзаттың қолында болып отыр. Жайқалған жасыл желегі, құлпырған әсем гүлдері, таңғы мөлдіреген шығы да қандай әсем. Маған бейнефильмнің әсер еткені соншалық, мұнан былай табиғатқа ерекше жанашырлықпен қарап, таза сақтауға өз үлесімді қосамын деп шештім. Сені де табиғатты сақтай білуге шақырамын, досым. Сау бол, маған жауап жаз. Әдеби тілдік норма. Бірнеше мағынада жұмсалатын сөздер көп мағыналы сөздер деп аталады. Көп мағыналы сөздер түсіндірме сөздікте 1, 2, 3 деп нөмірленіп беріледі. Мысалы, қара етістік, көз жіберу, назар аудару, іздеу, табуға тырысу, қарастыру, көру, тексеру, бақылау, ескеру, елеу, тыңдау, аңғару, байқау, бағып қағу, күту, баптау, күту, тосу, бөгелу, тағы басқа. Төртінші тапсырма. Ақылды, айлакер, қорқақ, сақ, қырағы, төзімді сөздерінің синонимдері мен антонимдерін жазып, сөйлем құрастырыңдар. Синоним сөздер: ақылды, саналы, есті; айлакер, қу, арамза; қорқақ, сужүрек; сақ, абай; қырағы, мерген; төзімді, сабырлы, шыдамды. Антонимдер: ақылды, ақымақ; айлакер, әділ; қорқақ, батыр; сақ, аңқау; қырағы, көр; төзімді, сабырсыз. Бесінші тапсырма. Берілген аң-құстарға қандай сипаттама сәйкес келетінін анықтап, сәйкестендіріп жазыңдар. Түлкі айлакер, сұңқар қырағы, қоян қорқақ, ит ақылды, бұлбұл әнші, үкі сақ, түйе төзімді. Алтыншы тапсырма. Бақа мен үйрек ертегісінің желісімен оқиғаны жалғастырып диалог құрыңдар. Бақа шалшыққа түскен соң үсті-басы лай-лай болды. Анадай жерде қаздар жүр екен. Олар: не болды, айғайлаймын деп балшыққа түсіп кеттің бе, деді. Иә, мен ақымақтық жасадым, айғайламауым керек еді, деді бақа. Ештеңе етпес, келесі жолы мақтанбайтын боласын, деді қаздар. Иә, енді ешқашан мақтанбаспын, деді басы салбыраған бақа. Жетінші тапсырма. Ғаламтор желісі мен қосымша әдебиеттерді пайдаланып, жан-жануарлардың төлдерін, аналық аталықтарының атауларын жазыңдар. Үлгі: сиыр, өгіз, бұзау, тағы басқа. Айғыр, бие, құлын; қошқар, қой, қозы; серке, ешкі, лақ;
бура, аруна, бота тағы басқа.